Мен өзім таң қаламын да, өзімнің өмірім артқа қарай қарасам, қалай мен бұл қиындықтан шыққанмын, қалай мен бұл қиындыққа шыдағанмын деп өзімнің өміріме таң қаламын. Ойбай, дамыл жоқ еді, таң атады, кеш батады, үйде жоқшылық, онаға проблема жоқшылықты шешуге тура келеді. Үйіңе қонақ келеді ғой, үйіңде ет, құдайдың етін шіліктеп аламыз, бір жілік ет аламыз, бір жілік. Мә, соны жемейміз ғой. Үйде күшті қыз білдіртпен неше түрлі тамақ пісіремін ау, құдай ай, бір әкарачкан 3 түрлі тамақ пісіремін. Мынандай әкарачкан. Ана етті қонақ күтіп отырамыз. Bir қонақ келсе, күйеуіміздің шығар ойдайды, мә, берік ақшаны күреп жатыр деп. Bir түйін сойып тастаған деп ойлайды, қайдамыз? Апа, тамақ алыңыз, шай алыңыз, соны қалған сарқытын жеп мәз боламыз ау. Ет фуф деп, құдай ай, құдай өмірім ай, қайран өмірім, күшті өмір сүріппін ау, бірақ. Қожайын, бүкіл тума жақсы көреді. Нә, қожайын бай екен ғой деп, қайдан білсін? Кішкентай ақшаға береке кіргізіп, өзіміз ішпей бала шағамыздың аузынан жырып, ата енемізге апарып береміз ғой, ішпей. Үйіміз бөлек, күйіміз бөлек отыр. Біздер пакет, батасын алайық деп едік, атамыз бен енеміздің бейбаспен әңкезеттің аузынан жырып асыл заттан. Жегізбей оларды ұрып, тұр, атаң мен әжең жесін, сосын жейсін жалмауыз, тым тағылмайды. Сол баталар қайқет болған? Қайда сол баталарым қайқет болған? Білмейм, біздер жасамаған жақсылық қалмағанша біреу де қайтпайды, құдай сақтасын. Өзім өмірімнен өзім ренжіп жүрмін, шынымен. Менің құдайым ұйықтап қалған, бір оятатын адам жоқ па, бір оятып беріңдерші. Әй, мына қатынға беріңдерші, құрсын, бейшара көрмеген бейнеті жоқ па. Білмейм, біздің құдай ұйықтап жатыр. Ұйықтайтын смертке кеткен.